Сәлем достар, сіздермен бүгін қызыл барқыт прянигін жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен менің қарапайым видеоларымды жоғалтып алмау үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Керек заттарды мен описанияға қалдырамын. Ең алдымен біз сұйық заттарымызды араластырып аламыз. Үстімізге бардана жұмыртқа және бояғышымызды қосып араластырамыз. Менде мұнда бояғыш сұйық, декордікі және сіздердікі ұнтақ болса тоже болады. Жақсылап араластырып аламыз. Бір-біріне жақсы бірігуі керек. Жұмыртқамыз бен бояғышымыз. Және ендігі кезекте біз ұнтақтарымыздың барлығын бірге қосып дайындап аламыз. ұн мен какаоны електен өткіземіз. Бір шай қасық қосытқыш және жарты шай қасық тұз қосамыз. Үстіне қант ұнтағын қосып барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы майымызды қосамыз және шаңшының көмегімен езіп барлығын бірге біріктіретін боламыз. Барлығын біріктіріп алған соң ендігі кезекте сұйықтығымызды бір араластырып жіберіп қосатын боламыз. Жұмсақ етіп тесто илеп аламыз. Осылай жұмсақ болуы керек және холодильникке 1 сағат қойып аламыз. Мінекей тестомыз дайын. Енді кезекте астына кішкене ұн сеуіп жіберіп, тестомызды 3-ке бөліп аламыз. Қолымыздың көмегімен тестомызды ұзынша етіп осылай дөңгелетіп аламыз және үлкен емес, осылай кішірек етіп тестомыздың барлығын бөліп шығамыз. Қолымызбен шариктейміз және шаригімізді осылай қант ұнтағына араластырып табамызға орналастырамыз. Алдын ала пешімізді қосып дайындап қоямыз. Менде барлығы 38 дана шықты. Ендігі кезекте алдын ала қызып тұрған пешімізге 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің қызыл барқыт пряниктеріміз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар және алдағы уақытта менің қарапайым видеоларымды жіберіп алмау үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған қасиет.